Biz bugün neке kuyuğa keldik. Rusiya kuvagер. Biz bugün endi mешітке барганыбызды пайдаланып, Агыркеміз дем салгызып алдык. Агыркенин уйкусу дурус эмес экен түндө. Мен билесиздер, мен бурундан бери басым ауырат дейм, бирок медицинский жагынан оны эч кандай таба алмады. Диагнозун барлыгы дурус, эч кандай бир ден соолугумда акыбы эчтене жок деп берет всегда. Бирок ауруун токтотпойт. Сосын бир алдындары айткан эди, бир кисилер дем салгызып көр молдага деген сыяктуу. Сол жаңа неке кылууга барган кезде дем салгызып алдык энди. Билбейм энди, или андай нема өзім ойлап тұрғаннан кейін ба бір кішкене бір жеңілденіп қалған сияқты болдым. Соның арқасында барып бір шеті садақамызды да беріп, бір шеті дұға да салдырып, демде салғызып алып келдік. Енді ертең Құдай қаласа келін шайымызды өткізіп алсақ, потом отбасылық бір демалысқа барамыз ба деген кішкене жоспарымыз болды. Некемізді қиып болып, ертең бізге келін шай, продуктылар алуға шықтық. Солай. Міне біздің балалар некесін қиюға кеткен. Мен әдемілеп қойдың қабырғасынан балаларыма тамақ жасап жатырмын. Куәгерлік жасап үйге келдім. Өзіме заодно дем тоже салдырып алдым. Кішкене соңғы күндері ұйқым тыныш болмай, бастырылып, кішкене түрлі болып жүрген бар еді. И заодно тойға барып тұрғаннан кейін деп дем салғызып, солай шыққан жайым бар. Жеген де арманда, жемеген де арманда болмын, ал деген ғой. Ал кеттік міне. Табақтар тасып жатыр. Мен аяғым ауыр, мен аған көтеруге болмайды. Ал өзіміз отырып міне тамақтанамыз қазір. Наконец-то қарынға аташты. Ребята, трэш. У нас, короче, дверь в последнее время плохо работала. Вот, дверь туалета. И сейчас вообще ее нельзя было закрывать. Мы не закрываемся. И сейчас я тупанула и закрыла. Она сейчас уже не открывается. А у меня там еще плита, дома никого нету. Что мне делать? Пипец. О, Господи, короче, я умираю.